сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен чипсыдың зияндылығы жайлы айтатын боламыз. Бүгінгі таңда жастар мен ересектер арасында үлкен сұранысқа ие ең зиян тағамдардың бірі чипсы. Оның адам ағзасына зиян екенін біле тұра өзімізге тоқтау қоя алмайтынымыз да рас. Оның әдемі безендірілген сырты, тартымды қабы дүкен сөрелерінде бірден көзге түседі. Теледидардан көрсетілетін жарнамалар да бұл өнім тұтынушыларының көбеюіне үлес қосуда. Ғаламторда көпте танымал қытырлы картоп адам организміне дым пайдасы жоқ тағам, өте зиян деп қабыл қағуда. Ал оған құлақ асар адам бар ма? Көбіміз жеп жүрген осы тағамымыздың тарихын да зиянын да біле бермейміз. Бастапқыда чипсы жоғары деңгейлі мейрамханаларда ғана сатылды. Содан кейін азық-түлік дүкендерінің сөрелерінен жаулап алып бірте-бірте фастфудтардың қатарына енді. Диетологтар оны балаларға жеуге болмайтын тағамдардың тізіміне енгізді. Чипсы ойлап тапқан бірінші адам америкалық қымбат мейрамханалардың бірінің аспазы Джордж Крамп болды. Тіпті чипстің пайда болған жылы мен күніне дейін белгілі. 1853 жылдың 24 тамызы. Бір күні мейрамханаға келген тұтынушы картоптың өте қалың кесілгенін ұнатпай, аспазға наразылық білдіреді. Жұрттың көзінше ұрыс естіп қысылған Крамп картопты өте жұқа етіп турап, майға екі жағы қытырлақ болғанша қуырады. Бұл тағамды жеген қонақ риза болып оны чипс деп атаған. Чипс ағылшын тілінен аударғанда бөлік дегенді білдіреді. 1932 жылы Америкада картоп чипстерінің дәмін түрлендіріп жасау үшін тіпті ұлттық институт та құрылған. Қазіргі таңда осы картопты балалар көп тұтынады, ал оның зиян екенін ешкім алаңдатпайды. Дабыл қағарлықтай сонша қандай зиян ол деген ойларыңыз болса, ең бірінші, чипс қатты шөлдетеді, ісіндіреді және қалыпты рационалды калорияңызды жояды. Екіншіден, өзіне тәуелді етіп алады. Чипсті күнделікті жеу есірткі немесе алкогольға тәуелді етіп әкеп соқтырады екен. Үшінші, семіздікке шалдықтырады. Құрамындағы май кез келген адамның денсаулығына кері әсер етеді. Кей ақпарат бойынша майлы чипсті көп тұтыну обыр ауруының онкологиялық ауру тудырады. Төртінші, ағзада тұздың көлемі артады. Тұздың көлемі артқан жағдайда сүйектің өсуі мен жүректің жұмысы бұзылады. Бесінші, аллергия туындауы мүмкін. Чипс құрамында көптеген бояғыш зат пен дәмдеуіш болады. Көп мөлшерде қосылған осындай қоспа адам ағзасында дереу аллергия тудырады. Алтыншы, ғалымдардың зерттеуінше балалар дұрыс тамақтанбағандықтан мидың жұмыс істеу қабілетін төмендейді. Чипс құрамында дәрумен мен минерал мүлдем болмайды. Акриламид ең қауіпті канцероген. Бірнеше жыл бұрын чипс құрамынан акриламидтің туысы глицидамид табылған болатын. Ол ағзаға ісік пайда болуына әсер етіп қана қоймай, ДНК-ны да өзгеріске ұшыратады. Осынша зиянын көре тұра, денсаулығымызды үлкен қатерге тігуге қорықпаймыз, тек зияны ғана бар. Осындай тағамға ақша шығару біз үшін қалыпты болып кеткен. Түрлі қоспа қосылғандықтан дәмі де тіл үйреді. Оның бар зиянын ескермеуге осындай алдамшы дәм ықпал етсе керек. Алайда адам денсаулығын қайта қалпына келтіру қиын, қымбат, ұзақ, оны ешбір ақшаға сатып ала алмайсың. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп сіздерді салауатты өмір салтын ұстауға шақырамын. Бүгінгі таңда экология лас заманда адамдар ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейді. Осыған орай дүкендерде көздің жауын алатын қытырлақ картопты көргенде әрине оны жегің келеді. Қытырлақ картопты көп мөлшерде жеу адам денсаулығына зиян екеніне зерттеу барысында көзім жетті. Бұл қытырлақ картоптың тағы да зияндылығы жеген осы чипсыды жеген баланың ойлау қабілеті өте төмен болады екен. Чипсыды алғаш жегеннен бастап оны қайта-қайта жегіңіз келе береді. Сол себепті адамды семіздікке ұшыратады. Сондықтан адам ағзасында аллергия пайда болуы әбден мүмкін. Дүкендерде сатылатын қытырлақ картоптың дайындалу технологиясына тоқталар болсақ, картоп өсімдік майында көп мөлшерде қуырылатындықтан май ұзақ отта тұрады да канцерогенді заттар пайда болады. Бұл өте улы зат. Ал қытырлақ картопты көп жеген сайын жаңағы улы зат ағзаға түсіп, ісік ауруларын туындатуы мүмкін. Бұл тек бір мысал ғана. Ал енді чипсидің тек картоптан ғана емес, тағы да басқа гені бұзылған заттардан жасалатынына тоқталсақ,
онда небір қорқынышты болжамдарды айтуға болады екен. чипсидердің табиғи ештеңе қалмайды, тек канцерогендер мен май мен және дәмдеуіштер ғана бар.